Мен қазақтың баласы. Әлі күнге жаңғырған, ерлікпен қылған жан құрбан. Алып дала төсінде ғұн бабамыздың қалдырған. Желкесінен желкелеп, Қытайға қорған салдырған. Атилла болып ат ойсап, Римді естен тандырған. Мен ғұндардың баласы. Анталап келсе жақ-жақтан, намыстан қалай аттатқам. Сыр бойынан өткізбей, шығысқа қолын жеткізбей, Ескендірдің әскерін сақ бабам менің тоқтатқан. Мойындатып әлемге тарихтан тағылым жаттатқан. Мен сақтардың баласы. Иә, тамырын тереңге жіберген тектілігі, көргені мен түйгені, кісіге жасаған қайрымы мен кеңдігі, көңілінің көркемдігі мол, ауыз толтырып мен қазақтың баласы дейтін маңдай алды ел азаматтары жанымызда жүр ағайын. Соның бірі Алатаудың бөктерінде туып өскен кешегі бозбала, бүгінде ел ағасы Нәбидолла Ақанұлы. Туған жер деген жер Алатаудың бөктерінде Алматы облысының Жамбыл ауданының Дегрес деген жылқы заводы бар. Сол жылқы заводында 56 жылы өмірге келгенбіз. Кешеміз 9 құрсақ көтерген ана еді. Содан 6-ауы тірі қалды. Кейіннен қазір 5-еуі бар. 5 ағайындымыз, сөйтіп жүріп жатқан жағдайымыз бар. Әкеміздің өзі енді қарапайым жұмыскер деп айтуға болады. Неге десе, инженер электрик еді. Электрик мамандығы өзі тапшы кез. Ол өте беделді мамандыққа жататын. Сондай қызметтерді істеп жүрді де, сонымен нанын тауып, біздің өзімізді асырап жүрді. Сондай балалық керемет шақтар болды. Мектепке барғанның өзінде бір сөз орысша білмесек те, ол кездің заманының талабы солай болған, орысша білмесең адам болмайсың деген. Сондықтан бізді әке-шешелеріміз орысша білмесек те орыс мектебіне берген. Негізінен ауылда туып, ат жалын тартып мінген қазақтың қарадомалақ баласы жастайынан жігерлі, намысты, алдына үлкен мақсат қойғыш болып келеді. Сондықтан болар, олар діттеген жерге жетпей, тыным таппайды. Нәкеңнің басты ерекшелігінің бірі, ол қазақтың жанына уызынан жарған азамат. Сонау Алатаудың бөктерінде өсіп өнген, жастайынан қазақ отбасында тәрбиеленген азаматтың осы қазіргідей дәрежеге жетуіндегі ең бір басты ерекшелігі туған жердің топырағында ма деп ойлаймын. Қай жерде жылқы болса соны айландырып жүрген өзіміздің негізіміз сол жылқы заводында туғаннан өмірлік жолымызды таңдаудың өзі де соған қарай байланысты болды. Неге десе, артынан кейін оқуымызды бітіргеннен кейін барып Завет институтқа түсімізге де сол себеп болды. Сол жерде 5 жылын оқып бітіргеннен кейін барып, сол жерде үздік оқып неткеннен кейін аспирантураға жылқы саласынан зерттеулер жүргізуге, жылқы бөлімінде жұмыс істеуге институтта, жаңағы қой шаруашылығы институты бар, атақты Мыңбаев атындағы деген Алматының жанында, Жамбыл ауданында. Соның жылқы бөлімі бар. Жылқы бөлімінен кіші қызметкерінен үлкен несіне дейін басқаруына дейін сол жерде жұмыс істеп жүрдік. Сол ғылыми жұмысымыздың бәрін айландыра, сол істегеннен кейіннен мына Астанаға, Астанамыз Астана бола бастағанда 97, 98, 99 жылдары Астана көшіп жатты. Астананың өзіне де жылқы шаруашылығын көтеру керек болатты. Бүкіл республикамызға бәйгелердің бәрін ұйымдастыратын ат спортын федерацияларын құру керек болды. Біз кезінде Алматыда жүргенде құра бастағанбыз. Бірақ енді Астана мынаяқта болғандықтан біз Астанадан құруға бел будық та бір 5-6 жігіт болып келіп, сол жерде үлкен федерация құрдық, ұлттық ат спорт федерациясын. Бүгінде Нәбидолла Ақанұлы жылқы шаруашылығына жан дүниесімен берілген майталма маман, нағыз шебер, ауыл шаруашылығы саласының бейнеті мен зейнетін қатар көріп келе жатқан көрнекті тұлға екені даусыз. Қостанай қазақ тұлпарының осы жерде 2001 жылы жұмыстарын ары қарай жандандыруға деген нәрсе болды. Неге десе, бұл жерде жылқы заводының талаптарына сай ғылыми жұмыстар жүргізу керек болды. Неге десе, Қостанай жылқысы бұрынғы келе жатқан Қостанай жылқысын оны басқаша түрлендіру керек, басқа қандар қосу керек, басқа ғылыми жұмыстармен жаңа жылқы тұқымын қазанатты шығару керек деген мақсатпен бұл жерге ғалым келу керек болды. Мен ол кезде уже ғалыммын, сондықтан мені осы жерлерге Темірхан Мыңайдаров Досмұхамедов деген кісі
кезінде осы жерге барып өзің ғалымсың, сол жұмысты баста, сол қазақ тұлпарын кезінде ашқанға да себепкердің бірі болып ең. Қазақ тұлпар деп атауына да солай себепкер болып ең. Сондықтан осыған барып жұмыстарын жүргізуге дұрыс шығар деген осындай тарих. Еліміз бойынша жылқыны арнайы бағып қағып, тұқымын асылдандыру сонан 1888 жылдары Ресей патшасының жарлығымен Қостанайда зауыттық атқор ашылған кезден басталған. Ал Қостанай тұқымы салт шегінді болып 1951 жылдың 22 наурызында Иосиф Сталин қолымен КСРО министрлер кеңесі қаулысы арқылы бекітілген. Мынау жылқының шежіресі. Мынау жылқы заводының кездегі 48 жылқы заводы болған, Москваға қараған бұл не? Народный комиссар бірдеңе деп ол кездерде солай аталады. Заводская книга жүріп сол айғырлардың тізімі мына жерде жүр. Айғырлар салған. Айғырлар суреттерімен, баяғы суреттер. Қандай жазулар міне. Мынаның бәрі былай қарап тұрғанда, бұны расында да біздің жылқы музейін жасауға пайдаланатын, соған қоятын мынау деген мұрағаттар. Біздің жылқының қанының тазалығы мына жерде мыналармен көрсетіліп тұр. Сондықтан біздің жылқы, ол Қостанай жылқысы, жаңада шығарып жатқан жылқымыздың маңыздылығы, тазалығы өте терең. Кезінде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қостанай облысындағы осы жылқы зауытын өз көзімен көріп, еліміздегі жылқы шаруашылығын жетілдірудегі маңызын ерекше бағалаған. Содан соң 2001 жылы осы мекемеге басшы болып, өмір бойы жылқы малын зерттеп, әсіресе Қостанай жылқысының қадір қасиетін жетік білетін Нәбидолла Кекебаев тағайындалады. Міне, содан бері 16 жыл өтіпті. Қазіргі Қостанай жылқысына сұраныс та бар, ол көп бәйгелерге қатысып та жүр. Көп түрлеріне міне осы 10 шақты жылдың ішінде 369 ба сондай рет бірінші, екінші, үшінші орын алған екен осы біздің жылдар. Талай бәйгелерге түсті. Біз оны таза бәйгеге салып жүргеніміз жоқ. Көкпарына да барып жүріп, қызғылының 5 түркін Қазақстан чемпионы осы біздің Қостанайдың жылқылары мен Қостанайдың осы жерде шапқан біздің спортсмендер. Қазір конный поло деген не бар. Шөгөн деген екен кезінде қазақтардың ойыны басқа жаққа тарап кеткен. Соны қайтадан жандандырып жүр қазір. Соған қазір 40-тай жылқы біздің Қостанайда осы бізден сатып алып кеткен жылқылар қазір Алматы облысының Талғар деген жерінде Шөгөн федерациясы үлкен ұйым құрып, соны жасап жатыр. Аргентинадан тренерлер алып, Аргентина чемпион миралар екен, дүние жүзінің чемпиондары солар екен. Солар келіп біздің Қостанай жылқыларына қызығып жүр. Салалары көп жылқы салалары. Соның бәріне бейім болса, біздің ұлттық спортымызды жауып тұратындай жақсы бір жылқы болып шықсын деген ниетіміз орындалып келе жатқан сияқты. Енді бұны тағы бірмен бірін сұрыптап, енді туған құлын тап-таза сондай болып, айнып кетпейтіндей болып туу керек. Қазір Қазақстан бойынша 3 жылқы тұқымы бар. Олар Қостанай жылқысы, Ақжайық өңірінде Көшім, ал 3-шісі Мұғалжар, Ақтөбеде. Енді 4-ші жылқы тұқымы дүниеге келмек. Ол қазақ тұлпары, кезінде батырлар мінген қазақтың қазанаты. Соған байланысты көптеген жұмыстар жатпай тұрмай атқарылуда. Бұл алдағы үлкен мақсат, жүйелі жоспар. Біраз жыл жұмыстар істедік. Алдына қойған мақсаттарымыз үлкен мақсат бұрыннан келе жатыр. Соның мақсаттың өзін біз ауыл шаруашылық бөлімінде президент іс басқармасының жүргенінің өзінде сол мақсаттарды осы конзаводты жасау керек деп қойылған болатын. Оған мен өзім де қатысқам. Сол кездерде осы конзаводқа жаңа жылқы тұқымы шығару керек деген. Ол үшін жаңа айғырлар әкелу керек, ғылыми зертханалар жасау керек, ғалымдар жинастыру керек, ғылыми тұжырымдар жасау керек. Бұрын біздің қазанат қалай шыққанын зерттеу керек. Бұрын қазақтың ізімен, бұрынғы біздің қазанаттарды. Бұрынғы ата-бабаларымыз өзі зоотехник селекционердің ең мықтылары солар болған кезінде, біз сияқты емес. Біз енді ғылыми жұмыстармен қазір лабораториялық, генетикалық бірдеңелерді қосып, солармен айтып, кішкене күшейтіп жатқан жағдайымыз бар. Бірақ енді сол кісілердің жасаған нәрсесін зерттей бара, осы қазанат деген жылқы тұқымын Казахская верховая дедік, қазақ тұлпары деп атап жүрміз. Сол жылқының түбіндегі аты шығып болғаннан кейін қазанат болады. Білімді, дарынды адам еңбекқор болса, талай белестерді бағындырып, мол табысқа жетеді. Нәбидолла Ақанұлы басқарып отырған ұжымның әр қызметкерінің алар өзіндік орны бар. Мамандықтарына жан тәнімен берілген,
жылқыны жанындай жақсы көретін әріптестерін Нәкең де қатты құрмет тұтады. Олардың ақыл кеңестеріне құлақ тұрып, айтқан ой пікірлерімен үнемі санасып отырады. Коллектив деген нәрсе жылқы зауытында осындай мекемеде өте қиын. Неге десе жылқыға өзінің соған сүйіспеншілігі бар, оған бейімі бар. Ол әке шешесінен бұрын айту құлын кезінде, тай кезінде, кішкентай кезінде жаңағы атқа мінген адам болмаса жұмыс істей алмайды бұл жерде. Сондай адам табу қазір күннен күнге, жылдан жылға қиындап барады. Сондықтан біз оның әртүрлі бір жолдарымен қарастырып жүрген боламыз. Детсаттағы нелерді понийға алып келеміз жылқы зауытына. Соған мінгізіп, аналарды кішкене соған үйір қылуға. Содан кішкене үлкейгенің атқа шапқызамыз осындағыларға. Бірталай балалар осында Қостанай облысының бүкіл жақсы аттарына шабатын бізден шығып жүргендер. Солар қалап алып кетеді кейіннен кішкене үйреніп алған. Коллективтің өзінде ветврачының өзі, оның жылқының аурулары бір бөлек, оны емдеу бір бөлек. Шабатын жылқының вообще ауруы көп болады. Аяғы нетеді, бүйтеді, оны қас-қабағына қарап отыратын адам болу керек. Ветврачының өзі, зоотехнигінің өзі, бұған тамақтандырудың өзі тіпті бөлек нәрселер. Ол тағы бір бөлек. Коллективті құру, оларды ұстап тұру, ол оңай нәрсе емес. Мен бала кезімнен бастап осында 44 жыл болды. Бұл кісі, Набидолла Қаныш, бұл фанатик. Осы қазақтың жылқысын, қазақтың намысын қорғау үшін осыны қорғау керек қой. Өйткені айтайын ба, бізде бренд, осыдан басқа бренд қалған жоқ. Бәйтерек қазақ жылқысы. Енді даже қымызымызды неміс алып жатыр, қазы-қартамызды итальян алып жатыр, көкпарымызды какой-то қырғыз алып жатыр, күйгіз үйден нені алып жатыр. енді мынау біздің мынау қазақ жылқысы, бұл Қостанай емес, қазақ елінің жылқысы. Осы мекемеде біраз бізде осы Набидолла Қаныштың арқасында біраз студенттер, ғылыми кандидаттар шықты. Біразы университеттерде істеп жатыр, Астанада да біраз осы биіктерден көрініп, осы шәкірттері көрініп жүр. Өте қатал, осындай тәрбиеші, осы өзінің жұмысын жақсы білетін, атқаратын, осы біздің қазақ тұлпары осы өркендеп, осы талай республика ретінде шығып жатыр. Бізде республикадан да басқа шетелде де бізді танып жатыр осы қазақ тұлпарының мекемесін. Бәріміздің де өзіміздің өмірімізде түйетін де нәрсеміз, бір қалдыратын да нәрсеміз, әркім өзінің саласында бір қазаққа тән нәрселерді, біздің мемлекетімізге тән, біздің өзімізге керекті бір керемет құндылықтарымызды сақтап қалу сияқты болып маған көрінеді. Сол сақтап қалудың бір нелері, енді біз өзіміз жылқының айланасында жүргендіктен болашақ ұрпақтарымызға бұрынғы білімдердің бәрін жеткізсек, жылқы туралы білімді біздің қазақтан артық білетін халық жоқ дүние жүзінде. Академик ағамыз жас ұрпаққа білім, тәлім тәрбие берумен қатар, көпшілікке ғылыми зерттеу еңбектері арқылы да танымал. Бұл оның туа біткен кісілік болмысының арқауы. Осындай білім ғылым ісіндегі, әсіресе ұлттық білім саласындағы іргелі ізденісі, осы бағыттағы еңбектері оның ғалымдық қырын айқындаумен қатар кісілік болмысын да биіктете түседі. Осыдан 20 жыл бұрын Нәкең Набидолла Маңмаңгер деген көркем журнал шығарған. Мен таңғалғаным әлгі журналдың көркемдік безендірілуі өз алдына, журналдың мазмұны, сұмдық терең, журналда қазақ жылқысына қатысты, қазақтың әдет ғұрпына қатысты тұнып тұрған материалдар көп екен. Сол журналдарды ақтарып отырып, апырай мына журналды кім жазды, ол журнал кім редакторлық жасады дегенде, тек танушы зоотехник Набидолла Кейкебаев жасады дегенге сенгім келмеді. Журналды оқып отырып, мен сол кездегі зоотехник жігіттің, маманның дәл осындай ерекше бір қырын көріп тәнті болдым. Маңмаңгер журналы шығарған кездерде Қанат Тасибеков деген кандидат наук, өзі жылқыдан қорғаған коллегамыз. Светло-чалый скакун под казахским седлом, хвост и грива на нем полыхает огнем. Он несет мой народ сквозь года и сквозь века, и не скажет казах, не люблю я коня. Деп 4-ші классында жазған ғой. Еңбек еткен адамның еңсесі биік болатыны анық. Сынаптай сырғып, қолғы ұстатпас уақыттың билігіне бағынбайтын жан жоқ. Барлығын ой таразысына салып безбендеп өлшер, абыройлы ақсақалға айналғанда кісілік қалыбынан таймайтын жандар тым сирек. Нәкең жолдасқа адал, ол қашанда айтқан сөзінде тұрады.
біз талай бірге жүргенімізде, талай әртүрлі жағдайларда кездескеніміздің өзінде біз оған арқа сүйеуге болатын. Айтқан дүниелеріңнің бәрін орындалатынын білесің. Соған іштей риза боласың. Қоғамның адамы ретінде, жай адам ретінде ол өмірлік принцип деген енді өтірік айтпау, енді болса өтірік айтпаудан бұрын ісіңнің өзінде ештеңе біреуге зияның келетіндей, қоғамға болса да, өзіңнің бір жан жағыңда жүрген адамдарға болса да зияның тиетіндей, ертең бір сенің артыңнан бір жаман сөз еретіндей, осындай істепті ғой деген нәрселердің өзі, сондай нәрселердің бәрінен өзіңді өзің кішіңнен тежеу принципімен әрқашан өзіңді өзің ертең мен туралы не дейді екен, ертең мен не боламын деген нәрселерді өзімізге қолданып, өзімізге сол шектеу жасап әрқашан қай жерлерде жүрсек те сондай болуға тырысамыз. Кішілік пен кісілік ұлылықтың белгісі демекші. Нәкең ірі ғалым болуымен қатар кісілігі зор, адамгершілігі мол, азаматтық тұғыры берік жан. Ол адал жар, ұрпақ тәрбиелеуде де көпке өнеге болар қадірлі әке. Немересіне мейірімін төккен абыройлы ата. Ол ақмаңдайлы Айманымен қол ұстасып, өмірдің ащы тұщысының дәмін бірге татып келеді. Келіннің қолынан шай ішіп, немерелерін иіскеп, бардың баянды болғанын қалайды. Мамандығымыз бір болғаннан кейін жұмыста да бірге. Студент кезімізден үйлендік дағы, содан бір жерге жұмысқа барып, содан бері қанша жыл енді жұмысты да бір жерде істеп келе жатырмыз. Оған енді жұмыс бірінші орында. Күндіз, түні, біздікі жылқы завод болғаннан кейін бізде мейрам жоқ, мереке жоқ, түн жоқ, күн жоқ, кешке дейін сол ойлайтын сол жұмыс. Сол себептен осы үй жағдайы бәрі енді өзіміз шешеміз. Семьямыздың құрғанымызға да міне 39 жыл болыпты. Құдайға шүкір, балдар, 2 ұл бар, одан 4 немере бар қазір. Біреу Астанада, біреу осында қызметтерін, жұмыстарын жасап жүріп жатыр ақырындап. Семьяңның бір жақсы болғандығы бір бақыт. Жаңағы жұмысыңның, жаңағы өзіңе көңіліңе жағып, өзіңмен өзің жүргеніңде бір бақыт. Балалар, немерелер өсіп келе жатыр ғой. Осы әкесінен, атасынан осы жақсы қасиеттерін алса екен, осындай болса екен, балаларым, келіндерім мен сияқты бақытты болса екен деп ойлаймын да. Енді балалар әкесін тартып, тек қана жақсы жағларынан көрінсе деп ойлаймын енді. Нәкең өмірде жолы болған жігіт, жақсы дос, аяулы жар, өзі жанында жақсы көретін кәсібі бар. Сондықтан болар, көңілі тоқ, сырбаз, қолы босай қалса, ақын жазушылардың шығармаларын оқып, домбыра шертіп ән айтады. Маңғас қалыпмен маң-маң ерге басады. Маң-маң ер кекіліңі майыда, жалаңы майыда. Жаратқан сені сылап қалқатайды, жүрісің желмаядай жануарым, көрейін қызығыңдей осындайда. Туа бітті дүлдүл құмар, дос құмар, қас тұлпарды дүрсілінен топшылар. Ат дегенде асын жерге қоятын, жер бетінде сендей халық жоқ шығар. Жүресіңге